Сәлеметсіздер ме? Мен номер 600 орта мектебінің 9 сынып оқушы Жолдыбаева Толғанай Нұрболатқызы. Ұлы өнертапқыштыққа алғашқы қадам бағыты бойынша құрылыс және смарт инфрақұрылымдар саласындағы техникалық құрастыру. Жобамның негізгі мақсаты энергияны тиімді пайдалану, адамның тұрмыстық тіршілігін жеңілдету, заманауи технологияда үйді қолдану, қауіпсіздікті қамтамасыз етуі. Бұл жоба үйді автоматты түрде басқару жүйесі, яғни адамның көмегінсіз жарықты сөнуі, қосылуы, қауіпсіздікті қамтамасыз етуі, температура мен ылғалдықты өлшеуі осылар жатады. Бұл яғни автоматтардың қосылып жатқан кезі. Бұл жерде, яғни біздің ішіндегі қызметі мен бөлмелері, Arduino, яғни бұл бүкіл жүйенің миы, яғни бұл барлық датчиктер арқылы ақпарат алады және сол арқылы жұмыс жасайды. Екінші бізде температура мен ылғал датчигі, яғни бұл температура мен ылғалды өлшейді. Яғни егер суық болса, жылытқышты қосады, ал ыстық болса желдеткішті қосады. Үшінші қозғалыс датчигі, яғни бұл адам жақындаған кезде сезеді, яғни адам жақындаған кезде сигнал немесе ескерту береді. Бізде келесі серво моторы, яғни шатырды ашып жабады, яғни қауіп төнген жағдайда, жаңбыр жауған жағдайда шатыр өздігінен ашылып жабылады. Үшінші бізде бузер, яғни дыбыс шығару датчигі, яғни адам қауіп төнген жағдайда, өрт болған жағдайда өзі сигнал береді. Және де бізде соңғысы сымдар, яғни барлық бөлшектер барлығы бір жерге жалғанған. Олар дұрыс жалғанбаса, жоба жұмыс жасамайды. Жұмыс жасаудың қызметі, яғни бірінші датчиктер арқылы бұл ақпарат алады, екінші олар Arduinoға барады, Arduino шешім қабылдайды, және де сол арқылы жұмыс жасай бастайды. Назарларыңызға рахмет.